Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге дәметкен асқабақ қосылған өте тәтті тоқаштар дайындайтын боламыз. Жұмсақ бір жасағаннан шығады. Видеоның соңына дейін қарап, рецепт ұнаған болса, туыстарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдыңғы уақытта әлде көп видео рецепттермен бөлісетін боламыз. Сондықтан да видео рецепттерді жіберіп алмас үшін менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіз. 300 грамм асқабақты алдын ала сыртын тазартып, жуып, 180 градуста қызып тұрған пешке 25 минутқа жұмсақ болғанша дейін пісіріп аламыз. Асқабақтың піскенін шаңғышының көмегімен тексереміз. Асқабақты пюре қылып аламыз. Қамырын дайындауын бастаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүт, ас қасық ашытқы, қант, жұмыртқа, асқабақ және шай қасық куркума, осының барлығын араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, қамыр илейміз. Соңында алдын ала ертілген суытылған сары майды қосып, шамалы ұн қосып, қамырымызды илейміз. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болуы керек. Жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Еке біздің қамырымыз көтерілді. Әрі қарай қамырды тең бөліктерге бөліп, видеодағыдай қамырымызды дөңгелетіп аламыз. Салмасына мен алма повидлосын қолдандым. Сіздер қалаған салманы қолдансаңыз болады. Салмасын салып, қамырымыздың астын түйіп аламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, қамырымызды қойып, бетін сүлгімен шамамен 15 минуттай көтерілгенше дейін қалдырамыз. 15 минут уақыт өткеннен кейін бір сары уысқа 1 ас қасықтай сүт қосып, беттеріне жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 30 минутқа қоямыз. Біздің тәтті тоқаштарымыз дайын болды, ас болсын. Менде бұл жерде 15 шақты тоқаш шықты. Видео рецепт сіздерге пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дәметкен.